Балалар мектебіне келіп бәрін көріп жатырмын ғой. Жаңадан Гүлжанар Рашид қызымен танысып жатырмын. Оқу орынбасары екен, жақсы жаңалықтар бар дейтін, соны айтып өтсеңіз болады. Бізде жалпы биыл оқуға басқаша бір формат жасап жатырмыз бағдарламалармен. Бұл жердегі біздің басты мақсатымыз жалпы балаға мектепте қолайлы бір орта жасап, оқуларын балалардың сол бойынша арттыру и құндылықтарды да қалдырмау бұл жерде. И жаңадан келіп жатқан әріптестерді сол бағытта алып жатырмыз қазір. И ол өте маңызды болған үшін, балалар үшін арнайы бір жаңағы сұхбаттар жасап, мұғалімдермен бірге, және біз биыл мұғалімнің көмекшісіне де қатты бір талап қойып жатырмыз. Міндетті түрде балаларға құндылықты сол мұғалімнің көмекшісі ретінде беру. Қайда келе жатырық, Мансұр? Қайда келдік? Не алуға келдік мектепке? Не алуға келдік? Форма. Үстіне киетін формалар үйде алған едік қой, тағы енді мектептің өзінің формасы бар ғой. Мына қараңдар, мына жақ күшті болып бітіпті ғой. Сендердің спорт залдарын. Енді о сияқты ойнайсыңдар спорт залды. Аз қалды енді сабақтың басталуына. Осы мектепке күніге келеміз енді. Қалайсыздар? Форма келді дейді ғой. Иә, форма келді. Форма алуға келді. Қосымшаға келіп жүргендер ғой, асылып көп. Қосымшаға келіп жүргендер. Мұны жақта кімдер деп қойып. Кәтті ма? На қолы қысқа поласы. Қазір күн ыстық кезде как раз. Иә, мынау дене шынықтыру футболкасы. Футболкасы. Мынау қолы ұзыны. Кішкене күн салқындағанда киіп бастайтын ғой. Әдемі жағасын күшті қойыпсыздар еш? Иә, мынау басқаша мүлде. Мынау ашық көп. Иә, мынау и бомбері. Бомбері, күн салқындаған кезде күшті. Осы 4 набор ғой, иә? Біліп қойыпсыздар ғой, әдемі? Ой, ровно болып 130 дұрыс екен саған. Асылдан қарамам. Ақ ашады же бұларды сразу. Мынау кір көтерінді деп сразу соны ойлап отыр дейма. Өзі сынағып істепті. Күшті істепсіздер осы жылы. Әдем болды осыны екеуін алайық. Екеуін болғанда. Мынау 120, мынау 130, иә? Несін кейсіп көрсек ше? Мансырға бомберін. Как раз дұрыс болды. Енді осыны биыл келесі жылы кейдір боласын, 2 жылға сразу деші. Сол үшін биыл әдемелеп кей жарай ма? Красота.